Сәлеметсіздер ме? Мен Қалқаш Жапсарбаев атындағы орта мектебінің 10-шы Ә сынып оқушысы Мұхамажан Азия Біржанқызы. Мен Жетісу облысы Көксу ауданы Мұқыры ауылының тумасымын. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл біздің Мұқыры ауылы. Ауыл шетінде Мұқыры өзені ағып өтеді. Мұқыры ауылының климаты тым континенттік, қысы біршама суық, жазы ыстық. Топырағы сұр құмдақты, сұр соршан, орталық бөлігінде қоңыр, қызғылт қоңыр, қара топырақтар таралған. Көріп тұрғандарыңыздай, ауылымызда 2 мәрте социалистік еңбек ері Нұрмолда Алдабергенов атамыздың ескерткіші бар. Ал бұл біздің ауылымыздың орталық көшесі Нұрмолда Алдабергенов атына берілген. Жазық және құмды өңірде жусан, ши, ақсексеуіл, теріскен, сүттіген, тау бөктерлері мен өзен аңғарларында итмұрын, тобылғы, долана, тал, жабайы алма, тау шатқалдарында терек, шырша, қарағаш, тағы басқалары өседі. Бұл біздің ауылымыздың мәдениет үйі. Ал бұл болса біздің орталық саябақ, яғни жастар саябағы. Біздің мектебіміздің жанынан Жасыл ел ұйымы құрылған. Бұл ұйым мектеп ауласындағы тазалық, көгалдандыру жұмыстарын белсенді атқарып отырады. Олар бұрыннан жұмыс жасап келе жатыр, әлі де жұмыс жасауда. Жасыл ел ұйымы аудандық, облыстың көлемінде көптеген жүлделі орындарға ие болған. Жасыл ел сонымен қатар апта сайын еріктілермен көгалдандыру жұмыстарын жасап отырады. Ауылымызда 10 шақты жылыжай жұмыс жасайды. Сол жылыжайлар ауылдарды, аудандарды, облыс көлемінде көкөністер, көшеттермен, гүлдермен қамтамасыз етіп отырады. Бұл үлкен жетістік деп те санауға болады. Біз еріктілермен апта сайын ауылымыздағы жылыжайларға барып, көмек беріп тұрамыз. Солардың бірі Сейфуллин көшесіндегі гүлдер жылыжайына барып, гүл отырғызуға, түптеп, арам шөптерді жууға көмек беріп жүреміз. Ал бұл болса біздің биылғы еккен көкөністеріміз. Біз қияр, байқағандарыңыздай, бұл біздің биыл еккен көкөністер. Ол көкөністердің ішіне қызанақ, бұрыш, қияр секілді көкөністер кіреді. Бір тал кессең 10 тал ек демекші. Мұқыры ауылдық округін көркейту және көгалдандыру мақсатында 2023 жылы Мұқыры ауылына 8 түп шырша, 30 түп ясень, 10 катальпа, 10 түп липа, 10 түп каштан ағаштары отырғызылды. Яғни барлығы 68 түп ағаш отырғызылды. Оның 60 түп ағашы жастар саябағына, ал қалған 8 түп ағаш Нұрмолда Алдабергенов көшесіне отырғызылған. Менің ойымша, біз қолда бар қалдықтарды дұрыс сұрыптап, пайдалана алуымыз керек секілді. Мысал келтіретін болсам, қалдықтарды энергия көздеріне айналдыруға болады. Байқағандарыңыздай, біз мектеп ауласын көгалдандыру мақсатында гүлзарларды егу үстіндеміз. Тек қана гүлзарлар ғана емес, ағаштың түр-түрін егу үстіндеміз. Ал бұл болса біздің ағаштарымыздың жемісі. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл біздің оқушылардың қол өнері. Олар бұны дән-дақылдардан жасаған. Егер табиғатты қорғауға барлығымыз үлес қосатын болсақ, онда планетамыздағы өсімдік пен жануарлардың алуан түрін сақтап қала аламыз.